Сәлем достар, сіздермен бірге Арука Тока. Бүгін мен үйде өзің қалғанда деген сериал түсіремін. Алдымен лайк пен подписка басып, қолдап жіберіңдер. Келесі сериалдарыма қандай идея ұсынар едіңдер? Комментарийға жазыңдар. Басты кейіпкерлермен таныстырайын. Бұл менде Даяна, үйде өзі қалатын қыз. Ал бұл оның мамасы, әкесі және оның құрбысы Айша. Ал енді сериалды бастайық. Так, мен сок ішкім келеді. Так, кока-кола немесе банан және осындай шоколад жейін. Қызым, бергеле қойш. Не болды? Қызым, бергеш. Не болды, анашым? Біз шұғыл түрде Алматыға бару керек бізге. 3 немесе 4 күн болмаймыз. Не үшін? Жұмыс туралы ғой, қызым. Соншалықты шұғыл ма? Я. Ой, біздің рейсіміз келіп қалды, кеттік. Давай, ешкімге ашпа есікті, бізді күт, я? Ана что тамақтар тұр, если что, бізге звонда, біз саған ақша жібереміз. Құрбыңды шақыра ғой, я? Сау бол. Тоқтаңдар. Кетіп қалған ба? Мен не, өзім үйде қалдым ба? Мен үйде өзім қалдым, маған үй жұмысын жаса деп ешкім айтпайды. Ура, үй жинамаймын, ура! Бірінші не істейін? Құрбымды шақырайын ба, немесе ойнайын ба? Жарайды, жеп алайын. Так, все, енді құрбымды шақырам. Мен кеттім, телефонымды алып келем. Так, мен өзім бөлмеме барайын. Такс. Алло, Айша. Алло, привет, Даяна. О, сәлем, маған келе аласың ба? О, давай тез кел. Мен сені күтемін. Болды, Айшаны шақырдым. Үйде өзім қалуға қорықпаймын. Телефон көре тұрайын, отырып. Даяна! Тез келші, мен ашта тұрмын. О, Айша келді ма? Не? Соншалықты тез келген ғой. Мен ашта бірдеңке көрдім. Не көрдің? Сен үйінің алдында бірдеңке болса жүгіріп кет қалды. Мысықтар шығар, кеттік кір. Вау, сен үйін сондай үлкен. Компьютерға қарасанш. Вау. Музыкаға қарасанш. Мен үйім сондай бай көрінеді, я. Кеттік, телевизор көре тұрайық. Давай, кеттік. Ужастик көрейік па? Жоқ, мен қорқамын анау мысықтан жүгіріп кеткен. Ой, жай мысық қой. Мысық емес шығар, қайдан білесің? Ой, көре берейікші ужастикті. Қайда ужастик? Көрмек қояйықшы. Мынаны көре берейікші. Балықтарды ма, сен қуасың ба? Нормально бірдеңке көрейікші таңдап. Міне, ужастик. Мен қорқып отырмын оны көруге. Мен қорқамын, көмек қояйықшы. Жоқ, көреміз. Болды, давай көре береміз. Мен қорқамын, болды, көрмейміз. Мысықты көрейікші. Енді сен қорқсаң да вообще көрмек қояйықшы, кеттік. Бірдеңке жеп аламыз. Кеттік. Сенде жеуге не бар? Сен қазір көресің, қара. Мына жақта менде осындай сок бар. Осылай екеуі сок қалды, мен бүгін жеп қойдым. Осындай снектер бар, чипсылар. Мына жақта просто қара не бар менде. Мынандай чупа-чупстар бар. Жейсің ба? Вау! Әрине мен оны жеймін. Қараса қандай әдемі. Куроми бар ма еще сенде? Вау! Кеттік, енді жата тұрайық. Кеттік, жата тұрайық. Так. Мына жақта жата тұрайық. Кеттік. Мен әлі қорқып тұрмын. Мысық болмаса не болды? Монстр ма? Монстрлар өмірде жоқ. Мен қорқып тұрмын. Бізде үйде камера бар, видеоны түсіретін. Көре аламыз, ол не болды? Жоқ, көрмей қояйықшы, отыра тұрайықшы ношта. Мен бірдеңке естідім. Мен де естідім. Мен білмеймін ол не. Мен қорқып жатырмын. Қорқып қойшы, қазір күн ғой, не болады? Бірақ кеттік көріп көреміз. Не ол? Пианино шығар, немесе мынау нәрсе қарсай. Мынау ма?
Осы ма? Осы дауыс па? Иә, осы дауыс. Бірақ оны кім қосты? Білмеймін. Тез жеп далаға шығайықшы, мен қорқыттым мынау үйде қалуға. Далаға не үшін шығамыз? Үйде қалайық та? Телефон көреміз немесе білмеймін. Қорқып тұрмын. Или ұйықтай тұрамыз. Бірдеңке ойнайық та? Давай тығылмашақ ойынын ойнаймыз. Давай. Мен іздеймін, сен тығыласың. 1, 2, 3, тығыл. Ой, я тығылайын. Так. Мына жаққа тығылайын ба? Я, мына жаққа тығылайын. Я, осылай. 4, 5, тығылдың ба? Я. Мені табайын, аны. Мүмкін сен мына жақтасың ба? Жоқ. Мүмкін сен мына жақтасың ба? Жоқ, ол мына жаққа сыймайды ғой. Лифттің ішінде емес. Так, мына жақта да емес. Мен сені таптым. Қалай таптың? Тез, күшті орын ғой. Я, енді сен іздейсің, мен тығылам. Жарайды, 1, 2, 3, 4. Тығыл, я. Я тығылам. Так. Қай жаққа тығыла болады? Холодильниктің артына тығылсам қалай болады? Холодильник сондай үлкен болды. Енді мына жаққа тұрам. Уау, мен енді көрінбей қалды. 4, 5, 6. Тығылдың ба? Я, сен мені таппайсың. Мен бәрін табамын. Так. Мына жақта ешкім жоқ па? Жоқ. Может, холодильниктің ішінде? Жоқ. Может, мына жақта? Жоқ. Мүмкін ол кроваттың астында шығар. Жоқ, қайда ол? Бірінші этажға түстің ба, не? Түсуге болмайды ғой. Жарайды, мен жеңілдім. Шықшы. Ха, мен жеңдім. Мен холодильниктің артында тұрдым. Түн болды, кеттік, ұйықтаймыз. Жарайды. Бірдеңке жеуге аламыз ба? Сок алайық на. Кеттік, енді ұйықтаймыз. Болды, енді ұйықтайық. Жарайды. Қайырлы түн. Осылай бізде бірінші бөлім бітті. Екінші бөлім көргілерің келсеңде комментарияға жазыңдар. Екінші бөлімді өткізбеу үшін колокольчик басып жіберіңдер. Сау болыңдар.